Өкінішке орай Саутгейттің футболы бұл жылы не сработало. Ямаль деген 16 жасында Францияны, 17 жасында Англияны ұтып жіберді дейтінше. 16 жастағы игрок деп айта алмайсың оны. Англия бірінші гол салса қызық емес болады деп. Өйткені жатып алады ғой бірде. Андай ожидаемый ойын болып қалды да, ожидаемый. Көбісі неше болады десе, 2-1 дегенді көбісі айтты ғой негізі. Кукуреллиге көбісі сенбеді ғой. Хейт етеді TikTokта мысалы. Бүкіл хейтерлерге ответ ретінде изящный пас берді деп ойлаймын мен. Бағана жаңаша бірдеңелер істеу керек бе, тосыннан деп тұрсың ғой. Соны мен ойымша Испания құрамасы істеген сияқты да. Өйткені Уильямс пен Ямальдың екеуінің позициялары ауысып кете берді ғой. Иә, орындары ауысып кете берді. Ассалаумағалейкум, баршаңызға сәлем, құрметті футбол сүйер қауым. Бүгін Инсайт подкасттың осы маусымдағы соңғы шығарылымы Еуро 2024 аяқталды. Одан алдын біз маусымда да аяқтағанбыз. Испания чемпион атанды. Менің Англиям ұтылып қалды. Бүгін әдеттегідей сіздердің жүргізушілеріңіз мен Аңсаған Садирханов және Ерік Нияз. Бүгін бізде қонақта жайдарманшы, сценарист, актер, 8 қырлы, 1 сырлы, әнші, сосын не айтуға болады? Борец. Парадист деуге келе ме? Парадист деуге келеді. Еще андай сальто жасай алады. Мен соны жасаған кезде қаттан қалған. Және футболдың номер 64-ші фанаты Бағжан Данай. Бағжанға бірден сұрақ бар менде. Вот қазір көп Қазақстан медийный адамдары футболға кетіп жатыр да, футбол қарайтын адамдар. Вот Бағжан медийный составляющий күшті. Келісесің ме Аңсаған? Вот неге сен бір медийный футбольный клубқа кіріп кетпейсің? Мысалы, Аңсағанның СДС бар, например, в порядке бар дегендей. Шақырмады, шақырса ойлануға болады ғой. Шақырса ойлануға болады. Еще сен бүгін форма сатып алдың. Бүгін форма сатып алдым. Өмірімдегі ең алғашқы формам. Прикольно андай. Нешеге келдің сен? 26-ға. 26-ға келіп өміріңде алғашқы форма дедің. Андай ассоциация болады. Менде мысалы ең бірінші формам Роналдо болған андай. Ана Роналдо бірақ. Блин. Бразилиядағы Роналдо. Соның ана Роналдосы бірақ ше, тағы Роналдо бар еді ғой. Келші. И соның андай ең знаменитый Роналдолардың бірі ме? Соның формасы еді менде. Прикольно. Менікі айтайын ба қандай? Менікі Реал Мадридтің формасы болды, артында жазу жоқ болды. Реал Мадридтің Мбаппесі деп жаңа ғана сатыш. Артында жазу жоқ болды. Вот дайынсың иә негізі. Біреу шақырса. Біреу шақырса, иә, баруға дайынмын. Жалпы андай симпатиям бар ма? Мына командаға барғым келеді дегендей? Жоқ, кез келген командада. Мен доп тепкім келіп жүр. Доп тепкім жүгіргім келіп жүр, иә. Бүгінде себебі сол үшін форма алуымның ше. Негізі көп допқа бармаймын, негізі күреске барып тұрам. Білемін сен күресетінді естігем. Күресті жақсы көрем, бірақ енді футбол достар жоқ та күресте. Жиналып күреске барайық та деп айтамын. Реально ғой. Жиналып футбол ойнайық деген кезде бүгін не киіп барамын деген ой келіп қалды да, сөйтіп. Как раз бір жерде жүргенбіз. Әлемдегі ең популярный спорт, иә? Иә. Футбол деген. Вот екінші орында борьба десең кәдімгі. Шынымен андай күреске кет дейтін. Кеттіксе тренировка дейтін ондай жоқ қой. Келесі апта суббота балдар күреске жиналып барып қайтайық. Списокке жинап ше. Кімде 42-ші размерлі не бар деп сұрайсың онда? Борцовка. Борцовка бар ма дейсің? Берцовка деп айтайын. Сен жалпы қай командаға болельтесің негізі? Осы именно Еврода қай командаға болсын? Еврода мен Испанияға басынан бастап. Реально ма басынан бастап? Реально. Өйткені маған оған дәлелдер бар, деші? Иә, дәлелдер бар. Өйткені Нико Уильямс бар ғой. Соның ойыны маған қатты ұнайды. Бір дриблингі, иә. Бір ойнаған кезде, допты алып жүгірген кезде бір стандарт не емес, былай деген бір андай күшті қолмен жұмыс істей ма, бұрынғы Рональдиньоны еске түсіреді. Иә, андай жай ғана ойнамай, просто финтпен шоу көрсетеді. Следить за ним, это интересно как бы. Кейбір игроктар бар, мысалы, неинтересно да? Типа, пас бере салады просто. Мысалы, Кукурелли. Мен деген андай көп аттар дұрыс айтпауым мүмкін. Андай қыздар болады ғой, ат айтқан кезде қателесетін. Болды Ерок. Сондай. Ну, келсем Уильямс өте интересно, как бы. Мен де болеть етуші едім Уильямсқа. Сен Аңсаған, қай игрок
сені как симпатизировать етті, қай игрок футболда саған ма ұнады? негізі Осы евроны айтшы. Роналдиньо ғой негізі өмірде өмірде осы футболды ұнатқызған бүйтіп жақсы көрткізген осы Роналдиньо. Ал осы қалай аты осы еврода маған ұнаған Сака ұнады. Сака күшті финт жасап, ол мынандай нәрсе ғой, когда сен өте дисциплинированный командада, мысалы Англия дейтін андай ғой, пас беріп бүйтіп ойнаймыз сөйтіп ойнаймыз дейтін командада сондай креативный болып андай рисковать ету, ол негізі нормально, қиындау нәрсе. Өйткені тренер ұрыса салады, пас бермейсің ба андай анау көбірек рисковать етті да. Ондай жағынан Палмер маған қызық еді. Палмер тоже өте креативный. Ол көп индивидуальный игрок та, алдайды андай мындай істейді. Сөйткені үшін оны основаға шығармайды ғой, типа. Тыңдамайсың сен. Пеле сияқты ғой, короче, Пелеге ұрсатын еді ғой. Банальный болу керексің дейтін ғой. Негізі ондай футболды жақсы көрсеткізетін игроктары көп қой. Маған ең топовый Неймар еді. Неймардың ойынын көрген кезде бұрындар андай финттер болатын еді ғой біздің. Неймардың қасында ешқандай типа игроктың андай шаңына да ілеспейтін. Ол қалай жыласа да қайтып андай қанша гол салса да андай күшті маған ұнайтын Неймардың ойнаған андай как будто дворда бір бала қатты ойнап кетеді ғой. Сондай нәрселерді еске салады. Футболдың әлі типа красотасы бар екенін дейтін ұмыттамайтын игроктар. Осы еврода маған Уильямс да ұнады, Ямаль да ұнады, Сака да ұнады, Палмер ұнады. Сосын Мусиала жақсы ойнады осы еврода. Өкінішке орай ерте ұшып кетті. Саған обидно болды ма, сен мысалы Англияға болеть еттің ғой еврода. Ұтады деп финалда ұтылып қалды. Как бы Кукуреллдің пасынан жаңағы финалда алып келейік, финал Испания, Англия, екі жақта да бәрі идеальный. Испанияда тек Педри ғана травмалық қана еді, оның орнына Ольмо шықты. Ол қалай ойнап тұрды Ольмо. Идеальный ойын. И мен былай ойладым да, если быстрый гол болмаса, типа 15 минуттың ішінде гол болмаса, онда ұзақ ойын болады деп шандай. Уақыт созып, экстра таймға дейін кетіп қалатын, сондай бірдеңе шығар деп. Сөйтіп 15 минуттың ішінде гол болған жоқ, сол бірінші тайм сөйтіп өтіп кетті ғой, андай қызық емес болып андай момент аз болып, андай әшейін навистерге қуанып отырдық қой, бірдеңе болып қалатын шығар деп қала бересің ба? Бүйтіп негізі андай әшейін өткізіп жіберетін моменттер ғой, обзорға ілінбейтін моменттерге қуанып ше біздер. Андай қызық емес өтіп кетті да. И екінші таймда негізі екінші тайм Англияның ойы бойынша тоже солай болу керек еді. Сөйтіп басталу керек еді. Оқыстан келді ғой ана бірінші гол. Жоқ жерден келді негізі. Бірінші 46-шы минутта ма? Негізі екінші таймда солай басталу керек еді. Жоқ, обидно болды. Типа 45 минут бойы жақсы обороняться етіп келіп, біздің екінші тайм басында үйістіп гол жібере салған, как бы. Ол мынандай нәрсе ғой. Мысалы үшін перерывта 15 минут бойы тренер саған бүйтеміз сөйтеміз дейді да, и сен шығасың 1 минутта олай уже дальше ондай емес та. Сен перерывта естіген әңгімелеріңді уже не актуально ғой, короче. Андай обидно ғой. Бір 60-70-те салынса, хотя бы сен 70-ге дейін сол перерывтегі айтылған нәрселермен жүресің деген сияқты ғой. Яғни шықты, бірден гол өткізіп алды. Ямаль деген білмеймін мен, ондай ойыншылар ойнауға бола ма өзі? 16-да ғой негізі андай. Жас кеше андай мен көрдім да, 16 жасында Францияны, 17 жасында Англияны ұтып жіберді дейтінше. Арасында 2 күн 3 күн болды, туған күні же андай. Мен 16 жасымда аттестат ала алмай жүрген кезіміз ғой біздің. 10-шы класспыз ғой примерно. 10-шы класста. 10-шы класс. Әлі ойымыз жоқ қой 10-шы класста. Бүйтіп аңсаған тұр не ойлайсың десе, ештеңе айта алмайсың. Балдар евроны жеңіп жатыр да былай. Еще 16 жаста болып, жаңағы болады жас игроктар, мысалы финалда ойнап жатсаң особенно рисковать етпей жаңағы қорқып пас беріп жіберіп жаңағы максимально не креативно ойнап ше, типа главный доп айырылып қалмасам болды, маған потом хейт кетеді деп қорықпай. Топтан құтылғысы келіп, ондай емес, анау деген прям Уильямсты жаңағы ол да жас қой. Екеуі де рисковать етіп, ана жақта смелый решениялар қабылдап, прям 16 жастағы игрок деп айта алмайсың ананы. Иә. Біз мысалы 16 жаста деген мен ойымша андай не сияқты, как бы біздің Қазақстанда 16 жастағы игроктар бар ма жалпы? Жастар ойнай ма? Сөйтіп 16 жастағы кімдегі бар? QG лигада бар. Бірақ оларды біз білмейміз ғой, өйткені көрмейміз Қазақстанда. Не только ол молодежный лига. КПЛ-дің өзін көрмейміз ғой біз. Қазір QFL деп аталады ондай. Интерес жоқ қой. Бүйтіп қатты ойнап жатса да, и то бір
бүйтіп бір қарай саламыз да. Бір финалды артына көреміз. қатты жел беріп жібереміз да, бір игрок шықса Месси мынау дейміз да. И сәл ойнай алмай қалса бірден хейт кетіп. Жаңа айтып жатсың ғой, QFL-ді көрмейміз, КПЛ-ді көрмейміз, ол көрмейміз. Но осы тұрғыда мен шымкенттіктерге и ақтөбеліктерге өзінің рахметін айтқым келеді. Болды. Құрметті шымкенттіктер, ақтөбеліктер, сіздерге ерік рахмет айтып жатыр. Сіздер, я думаю, себебін тыңдасақ. Основные зрители КПЛ-ы. Өйткені КПЛ матчтарын көресің, жаңа Ақтөбеде и Шымкентте ғой басынан толатын. И жаңа Қайратты да қалдырмау керек сияқты. Қайрат сол 3 қала мен ойымша самый КПЛ-ды самый көп посещать ететін қалалар сияқты. Финалға оралайық. Финалда содан кейін бастап жаңағы Ямал салды. Ямалдан кейін мен Англияны танымай қалдым. Англия қаттырақ ойнап кетті. Қаттырақ ойнап кетті реально. Более атакалар острее болды жаңағы. Беллингемнің кейбір финттары андай. Беллингем өзінің Реал Мадридта ойнайтынын білдіріп қойды. Кетті ғой. Бір-екі үшеуін алдап бір удар жасап еді ғой, сәл қиысып кетті да. И негізі Англияға, короче, мен кеше мынандай ойладым да, біз балалармен общий ой болды. Англия бірінші гол салса қызық емес болады деп. Өйткені жатып алады ғой бірден, Англия қорғану біледі деген сияқты. Сол үшін бірінші Испания салу керек деп. Испания салды, бірден Англия оянып кетті. Негізі Англияның игроктары негізі бәрі топовый игроктар ғой. Конечно, бәрі звезда. Бәрі звезда, просто стильдары ондай ойнауға типа мүмкіншілік бермейді да. Яғни қинап бүйтіп ойнама деп сөйтіп сондай сияқты андай не істерін білмей жүр. Бірінші гол бір гол өткізгеннен бірден оянып заменалар істеп ананы шығарып мынаны шығарып негізі ответка голы әдемі болды ғой негізі. Өте әдемі болды. Өте әдемі болды. Достойный болды. Анау бүйтіп накат жасады. Палмер дальныйға салды, білмеймін. Мен ойладым ары қарай андай мыштсайды Англия деп ойлағам негізі. Мен надеялся соған. Англия бір гол салғаннан кейін жоқ дальше жатамыз бізде деп. Просто сондай андай нәрсе ұнамайды. Гаррет Саутгейт скорее всего кететін шығар Англияның тренері. Кетсе екен де. Еврода алдыңғы Евроның финалына дейін барды ғой. Осы жолда Евро финалға дейін барды, сөйтіп жеңілді. И что ондай футбол финалға дейін ғана жұмыс істейтінін көрсетті ма, білмеймін, андай финалда уже рисковать ету керек қой. Уже финалда андай нәрселер керек, типа сюрприз жасап ше Испанияға. Испания негізі Англия сөйтіп отырып ойнайды деп ойлайды да. Англия шығады бірден сондай бірдеңелер жасау керек деп білмеймін. Андай ожидаемый ойын болып қалды, ожидаемый. Көбісі нешеден неше болады десе 2-1 дегенді көбісі айтты ғой негізі. Андай осындай счет болады деп. И сол счет ожидаемый болып қалды да. 1-1-ден кейін Англия уже экстра таймға жұмыс істеп кетті ғой. Дальше экстра таймға дейін шаршатамыз. Тем более екінші таймда Родри травмалып қалды ғой. Родри ұшып кетіп қалды. Анау кетіп қалды, мынау кетіп қалды. Уже Испанияның запасы слабыйлау да. Ар жақтан Англиядан Палмер шықты, анау шығады, мынау шығады. Уже типа и уже Англияға қарай ығысып жатыр ма деген кезде Испания жоқ жерден салып кетті ғой екінші голды. Жоқ жерден дегеннен шығады. Кукурелла ма? Кукуреллеге көбісі сенбеді ғой. Хейт етеді тиктокта мысалы. Кукурелли не істеп жүр, осыны шығарып тастамай ма дегендей көп нелер болды. Жаңағы тиктоктар болды, жаңағы көп комментарийлер болды. Бүкіл хейтерлерге ответ ретінде изящный пас берді деп ойлаймын мен. Прям вратарьдың алдына салып берді ғой. Просто ананың алды аяқпен теп и все. Кукурелли шайнап берген да. Өзінің основада просто так жүрмеген дәлелдеген сияқты меніңше. Сен өзіне қалай Кукуреллидің ойыны до этого? Бағана аңсаған сөзіне қосылып кетейінші. Жаңа Англия бағана жаңаша бірдеңелер істеу керек бе тосыннан деп тұрсың ғой. Соны мен ойымша Испания құрамасы істеген сияқты да. Өйткені Уильямс пен Ямальдың екеуінің позициялары ауысып кете берді ғой. Орындары ауысып кете берді. Сол бір сандалтып қойған сияқты Англияның футболшыларын. Мен жабатын Ямаль ар жақта жүр ғой. Ямаль тұста деп біреуге басында айтып қойған да. Бірақ барайын десе өзінің позициясына кете алмайды. Негізі көп ауысты. Негізі осыған дейін былай моменттерде ауысып еді. Осы ойында что-то былай көріп типа шықылайық деді ғой. Негізі Англия андай қатты дисциплинированный команда, кішкене бұзайық деп бүйтіп бір-біріне біз мысалы үшін қасында Уильямс жүр ғой. Негізі Ямаль жауын керек те, Ямальға бір қарап топ Ямаль кетті деген әңгімелер болып қалды ғой. Сен Кукуреллидің бұрынғы ойындарына қалай қарайсың жалпы ойынына? Кукуреллині мен баяғыдан бері жақсы игрок деп санаймын. Реально ма? Ол андай типа өте стандартный жақсы игрок.
андай асып жатқан бірдеңесі жоқ, типа ойнап береді дейтін балдар болады ғой, сол ойнап береді, өзіне берілген міндетті жақсы атқарып шығады. Бірақ осы Еврода өте жақсы ойнады негізі. Типа не үшін ол Челсида қатты ойнай алмайды, өйткені Челси в целом онша емес болды да осы сезонда. И соның фонында ол да онша емес ойнап жүрген сияқты болып көрінді да. И мына жерде Испания жақсы ойнады, и соответственно Кукурелли де жақсы ойнап кетті деген сияқты. Кукуреллин просто до этого матчтарда нелер болды да, там дұрыс пас бермеген кездер болды да, и дұрыс ойын көрсетпеген сияқты, мен ойымша, керісінше. И сол үшін де хейт не просто так болады ғой, тиктокта, инстаграмда. Любой хейттің бір какой-то причинасы бар. И финалда ол өзінің самый лучший ойынын көрсеткен сияқты. Сөз келтірмеді өзіне. И, кстати, андай видео көрген мен, Кукуреллин тиктокта шығып қалды. Испанияда жаңа испанский игроктермен фанаттарын бірге тойлауы ғой. Холланд, примерно айтып беремін, қателесуім мүмкін. Холланд қорық, мен келе жатырмын. Жоқ, Холланд сен қорық, едет Кукурелли деп, короче. Сондай бір несі болды. Холландқа несі болды, хабарламасы болды. Холланд қорық, мен келе жатырмын деген. Холланд қорық деп сөйтіп қазақша айтып тұрсың ба Холландқа? Сөйтіп Испания екінші гол салды. Екінші гол салды да уже Англияға да әрі қарай уақыт болмады ғой. Еш жей алмай қалды әрі қарай. Испания екінші гол салған кезде нежданчик болды негізі екінші гол. Білмеймін, мен өзім экстра тайм болса екен, сөйтіп көбірек қандай интрига болса екен деп күтіп отыр едім. Удовольствие алсам екен ойыннан деп. Удовольствие тез бітіп қалды да. Или Испания ертерек салу керек еді ол голды. Сөйтіп әрі қарай Англияның бір-екі атакаларын көретін бек деген сияқты. Соңғы атакаларды, кстати, остр болды. Ертерек салғанда егер тағы 2-2 болып созылып кетер ме еді? Сол қызық болып тұр еді. Сондай болып тұр еді, саған жақындап тұр еді. Өкінішке орай Саутгейттің футболы бұл жолы не сработало. Соңғы момент айтсыңдаршы. Короче, вратарь ұсталып и баспен пустой ворота ұрады. И ана жақта испанский игрок қайтарып тастайды ғой. Сол кезде прям салып жібере ма деп ойлаған, бір сказка бола ма деп. Мен өзім Англияға болеть еткем. Сол үшін маған как-то чуть-чуть обидно болды. Өйткені больше маған Харри Кейн симпатизировать етті да. Харри Кейн трофейсіз деген, білесің бе, трофей жоқ екенін. Трофей жоқ, бірақ та трофей жоқ екенін, мысалы, результатын қарайсың да, обидно да. То, что осы соңғы жылдары айырып жатыр, көп гол салып жатыр, топ лигаларда, Лига чемпионатта, осы Еврода көп гол салып, но трофей жоқ. Сондықтан больше маған Харри Кейнді обидно болды. Англияны ұтқанын көргім келді, как бы. И экстра таймда көргім келді. Экстра таймда Англия маған жеткізбейтіндей көрінді на Испанияны. Өзің қатты қуандың ба? Қатты қуандым, иә. Олай бүйтіп қарап отыратын, негізі обзор қарап жүретін. Бірақ енді финал деген бір финал үшін прикинь группадан шығып кеттім мен. Да, ну, қандай группа? Телефоннан қарап отырмын ғой. Қандай группадан шығып кеттің? Өзіміздің осы Казгуде бірге оқыған, осы 97-лердің группасы бар да. Не үшін шығып кеттің сонда? Сол жерде мен қарап отырмын ғой. Олар телевизордан көріп отыр да. Бір-бірімен ана жерге жаза береді да. Тың деп келе береді. Мен ана ойынға кіріп кеткен, мына жақтан отвлекать ете береді да. Шығып кеттім да. Сөйтіп лайман. Енді бір 90 минут бастан аяқ былай ішіне кіріп кетіп, сол әр футбол үшін өзім сияқты сезініп қараған ойыным болды ғой. Каждый моменттерді сезіп. Деп ше. Эмоция шығарып. Ей дейтін. Сен ойлағандай болды ғой общем ойын. Мен ойлағандай болды. Сонда ойын күткем. Жалпы бұл чемпионат негізі мен ойлағандай болмады. Мен өзім финал ма әлде общий? Мен в целом басталмас бұрын банально, возможно, Португалияға болеть еткем. Португалияның сказкасы болады деп ойлағам. Как бы Португалиядағы Роналдудың соңғы евросы ғой. Соңғы евросы оғасын. И прям мен үшін обидно болды, как бы. На евро самый соңғы чемпионат мира и соңғы евро мен үшін самый обидный международный турнирлар болды. Өйткені Роналдудың ойнай алмайтынын осознавать ету қиын маған, как бы. Білеш? Сенгім келмейді ол ойнай алмайды. Сен келмейді. Эрасы бітіп атқанына сен келмейді. Қалай? Мен де футболға деген қызығушылығым кәдімгі түсіп кетті да, как бы сол. После Роналду жаңағы Мессидің жылағанын көрдің бе? TikToktан. Мессидің жылағаны жаңағы
осы мен ойлаймын, футбол мен ойлаймын дегенде так и есть, это факт, то что бәрі ойлайды. иә бәрі ойлайды. Роналду мен Мессидің противостояниесі футбол тарихындағы ең мықты противостояние на данный момент. Золотой мяч бүйтіп золотой бутсыды жыл сайын екеуі ауысып келесімен деп ана футболда бір-біріне пас беріп ойнайсың ғой. Сол сияқты ала берді да, и биыл негізі как бы қуаныш десек те болады, и самый обидный международный турнир десе де болады. Саған сол жағынан как бы андай обидный болған жоқ па? Жоқ. Вообще Роналдуға байытпайсың ба? Роналду мен Мессиді сыйлаймын. Сыйлайсың. Сыйлаймын. Көрген кезде амандасып. Сен үшін ең лучший игрок кім? Уильямс? Жоқ, за всю историю. История бойынша Рональдиньо ғой. Рональдиньо. Красавчик. Мен осындай ответтер жақсы көремін. Рональдиньо, Зидан дейтін креативный ответтер. Креативный емес ғой, шынайы ответтер деп аталады. Возможно. Енді Месси мен Роналдо емес деп тұрсың ғой. Екеуінің басқа адамдарда айтылса екен деп тұрсың ғой. Айтылса екен, как бы қызық. Месси или Роналдо как банально, да? Чуть-чуть. Сен ше өзің? Рональдиньо ма тоже? Жоқ. Кім? Фернандо Торрес ғой. За всю историю лучший игрок. Реально ма? Шынымен ба? Фернандо Торрес. Мен без приколов, сен аңсағанды мақтап деп ондай емес. Как бы маған да Фернандо Торрес қатты ұнайтын. Голдар реально прям топ болды ғой. Жоқ, Фернандо Торресті мен десең ойнап айтамын. Стивен Джеррард. Менде көп ондай игроктар. Мен Ливерпульдің ойыншыларының бәрін жақсы көремін. Менде мысалы үшін негізі былай бүйтіп қарасаң айтасың енді Роналду мен Месси лучше екенін білеміз. Бірақ мен үшін осы футболға жалпы махаббатымды ашқан ойыншылар осы Фернандо Торрес пен Стивен Джеррард. Осы екеуі ұнайды. Сосын маған сборная Англия ұнаған. Сол 2010-да. И сөйтіп мен сол 2010-да 14-теймін ба ол кезде? 14-теймін. Сол кезде осы Ливерпульдің, Англияның ойындарын көріп ұнатып бастаған. Сол кезде Милан дейтін командалар ұнайтын еді деген сияқты ғой. Өзіме бүйтіп мынау деп айта алмаймын, бірақ сол поколениядағы сол Стивен Джеррард пен Фернандо Торрес ұнайды. Мен солардың ойынын қатты жақсы көретінмін. Сенікі жаңа креативный дедің ғой? Иә. Ол алып тастадым сенен. Саған бердім. Реально еще Джеррард деген как бы хейтері жоқ игроктардың бірі сияқты как бы, или бар АПЛда всегда. Всегда хейтер бар ғой. Білмеймін, Торрес деген қандай күшті нападающий, шашы, прическасы қандай, анау сборныйда 2008, 2010, 2012-де де, үшеуінде де Давид Вилья негізі қатты ойнады ғой, бірақ Торрес арасында шығып 2008-де решающий гол сол салды ғой. Иә, еще анау Барселонаға салған голы ше, анау бәрін алдап кетіп 1-1 Челсида ма? Иә, Челсида салған кезде. Білмеймін, маған сондай классика. Мен Аршавин десем алып бересің ба қайттан деп. Жоқ, алмаймын. Никак алмаймын. Ақша берсін де алмаймын. Рональдиньо енді бұрын телефондағы алғашқы видеолар пайда болған кез ғой. Иә. Алғашқы видеолар. Не деген футбол деп, содан кейін Барселонадан кейін. Шеф, андай болды ма? Финттарын қайталауға тырысып. Иә. Болады ғой. Всегда қайталатын шығатын менде десең. Рональдиньо деймін, иә, өте. Ауада ойнайтын ғой. Бүйтіп. Анау кезінде видеолар тарап кетеді ғой, бүйтіп Рональдиньо, Роберто Карлос, бәрі бір-біріне Робиньо пас беріп тұрады. Телефонда скачать етілетін. Еще сондай рекламалар бар еді, Пепсидің рекламасы. Бэхэмдар бүйтіп жүгіріп келіп тоқтайтын деген сияқты. Кезіндегі, иә, ол біздің махаббатымызды ашқан ойыншылар ғой. И қазір мысалы үшін қазіргілер Мбаппе, Ямальдарды көріп бүйтіп өсіп жатыр ғой. И оларға айтсаң, Роналду қатты ойнайды негізі, Месси қатты ойнайды десең, қой дейді ғой. Көрмейсің ба, кеше Португалияны ұшып жіберді ғой дейтін әңгіме айтады да. И андай дәлелдейін десең, как будто бұрын Марадона, Пеле қатты ойнаған десе, қой брат, шалғой олар деп айтатын сенбейтін қой. Қазір футбол басқа деп. Ертең сондай поколение жай келе жатыр да, что олардың да футболын жоқ тұрады. Негізі андай ғой, қара, каждый поколениенің мысалы игроктары өзіне ыстық болады ғой. Мысалы кезінде Роналдудың матчтарын көрген адамдарға мысалы Роналду, Мессилар келген кезде оларды қабылдау қиын болды оларға. Как бы біздерге де солай, как біздің кезімізде жаңағы Джеррард деп жатсың, Торрес деп жатсың, Роналду біздің жүрегімізде қалып қойды да, ол неше түрлі там камбэктары, голдары. И қазіргі игроктарды маған қабылдау чуть қиындау, то же самое. Хотя қазірде бұрынғыдан қарағанда мықты игроктар шығып жатыр. Но маған все-таки Торрес маған тоже самый ұнайтын. Иә, анау Холландқа қарағанда ма? Иә.
футболдың анау бір адам махаббатпен көріп жүрген кезінде жақсы көрген игрок кетіп қалған кезде махаббат сөніп қалатын жағдайлар болады ғой. Мысалы Гор дейді. UFC-ден мысалы иә Гор дейді. Мен ғой сол. Мысалы UFC-де да Конордың кезінде ой деп адамдар қалай көретін еді. Қазір сәл түсіп қалды қазір. Сәл емес, нормально түсіп қалған ғой. Қазір вау деп тұратын не жоқ та. Бұрын UFC-дің каждый карда қызық болатын еді ғой. Иә. Мысалы Макгрегор шықпаса да мынау Макгрегормен келесінде шығып қалады дейтін екеуі төбелесіп жатса соларды көріп анау бүйтіп негізі былай бүйтіп әлемге паш еткен Макгрегордың қалай алып келді. Хабибті негізі мықты, бірақ маркетинг жағынан Макгрегор алып келді ғой UFC-ге. И қазір бірақ бүйтіп карттарды қарайсың да бүйтіп ладно келесінде онда деген сияқты ғой. Бір қарап өтесің ғой. Иә, большие имена Шафкат үшін көресің немесе. Иә, большие имена азайып қалған. Ана жолы Макгрегор негізі 302-де ма, нешеде, 304-те ма шығу керек еді. Ол травма алып қалды да, сөйтіп оның орнына Чарльз Оливейра шықты да, қайтадан кіммен реванш болып біреумен. И сондай андай қызық емес та, бір-ақ бой қызық болады да, кейбір андай баяғыда өте дұрыс бойлары қызық болатын еді ғой. Анау бір Дастин Паре біреумен төбелесіп жатады, мына жақтан Гейджи төбелеседі, Холлоуэй, Фергюсон берілмейді ғой, анау көзі бүйтіп жоқ болып қалса да дейтін сияқты. Қазір өкінішке орай ондай қызықтар аз. Бірақ бұйыртса ертең жақында Асу Алмабаев бой уже белгіленді. Сосын біздің Азат Мақсум бар, Бекзат бар, Шафкат бар. Осы 4 жігіттен әдемі бойлар күтеміз. Бұйыртса сол бойларды жеңіп осы подкастта айтып отыру бұйырсын бәріміз. Қайтадан ойынымызға оралайық. Испания, Англия. Бұл жерде Испания жас командалардың бірі ғой негізі. Осы турнирдағы ең әдемі футболды көрсеткен. Сосын ең жас, негізі былай Карвахальды алып тастасаң ең жас болып қалады сияқты, как будто. Өйткені бәрі жап-жас. Уильямс, Ямаль, Педри, Ольмо дегендердің бәрі жап-жас. И сосын ортада Родри бар, защитада Карвахаль бар деген сияқты. Осы тандем ғой, үлкендер мен жастардың. И осы как будто бір эраны бастап жүруге бүйтіп жақсы сияқты. Кезінде Испания 2008, 2010, 2012 подряд алып тастады ғой. Хави, Инеста, Бускетс. Еще артында сенің Рамос, Пуйол, алдында еще Давид Сильвалар бар еді. Мен жылаймын қазір. Педро дейтін бар еді. Ойбай, ол состав деген қатты еді ғой андай. Қайсысына доп звездаға бересің. Иә, пас звездаға бересің. Қарасаң Реал Мадридтің игрогі, еще ол жақта полузащитник көп еді ғой. Тас атсаң полузащитникке тұратын тигізетін еді ғой. Вратар таппай деп қинап кетсең. Сөйтіп андай қатты, как будто Испанияның составы сол нәрсеге келе жатқан сияқты. Білмеймін, андай Маратаның орнына бір потолок бір нападающий болса, Маратаның кейбір моменттерде жетпей жатты ғой, андай классы. Уақыт келеді скоро. Торс сияқты біреу шығады. Бірақ енді былай составы өте жақсы. Бұған қарсы тұратын негізі былай қарап тұрсаң, Англияның составы қазір золотой состав ғой негізі. Бүйтіп кімді алсаң да, бүйтіп жеке дара алып қарасаң, FIFA-да өз-өздерін ойнатсаң, Англия ұтып кететін команда ғой негізі. Сити сияқты ойнау керек қой негізі Англия. Фоден, Сака, Кейн, Уокер, кім бар, Стоунс, кім бар ортада, Палмер, Александр Арнольд, бәрі жүр. Бірақ қорқады тренер жақсы футбол ойнауға. Енді тренерге, бұл тренер уже қанша 10 жыл болып қалды ғой, осы тренер 8 жыл болды ма тренер болып жүргеніне, алып тастап бір қорықпайтын, рисковать ететін, бұндай ойынмен финалға дейін жеткенше тамаша ойынмен 1-4-тен ұшып кет деген әңгіме ғой деп ойлаймын. Білмеймін, Англия енді ауыстыру керек шығар тренер. Ансалан менде бір күшті бір жаңа ғана номинация деген рубрика шықты да. Екеуіңізге қазір бір номинацияның названиесін айтамын да, сендер номинацияға мына команда немесе мына игрок дейсіңдер, короче, өздерін обсудить етіп. Біріншісі, Евроның разочарование командасы кім болды? Можно на казахском. Можно на казахском, конечно. Сіздердің ойынша. Не, вопрос на казахском. Қалай жылдың разочарованиесі қалай ол? Разочарование деген сөзді ауыстырған. Короче, көңіл қалдырған команда. Иә, Евроның көңіл қалдырған команда Португалия. Португалия болды, иә. Менің ойымша. Көңіл қалдырған. Менің көңілімді қалдырған Англия.
Англия. Англия бұл финалға дейін жеткені маған жетпейді. Оларға тек жеңіс. Беллингемді типа финалға дейін жетсек нормально деп ойланған жоқ явно. Ол да жеңіп, ол да ертең золотой мячқа өзінің шансын көбейткісі келеді. Разочарование Англия, ойыны да, результат бойынша да. Менің ойымша Украина идеальный келетін сияқты. Разочарование алған. Просто Украина ол группадан шықса да 1-8-ден өтсе де бүйтіп ұмтылып қалады да финалға дейін. Сол үшін қазір біз Голландия туралы дым айтпаймыз, өйткені олар ұшып кетті деген сияқты ғой. Бұл жерде Германия туралы айтпаймыз, Германияда ұшып кетті, обидно ұшып кетті негізі Испаниядан. Негізі мынау сол жақ сетка қаттырақ болды ғой, Испания, Германия, Франция, Португалия осылар болды. Сосын мына жақтан Англия ғана ғой, былай қарасаң. Егер осы команданың біреуі осы жаққа түссе, оң жаққа, мүмкін Англияны ұшырып жіберіп финалда мүмкін Испания, Германия деген сияқты басқа командаға болушы еді деген сияқты ғой. Бұл жерде разочарование енді Англия мен үшін жеңілген үшін және жеңбеген үшін мен әрине келіспеймін, бірақ та евроның жаңалығы деген қандай команда? Прям йо дейтіндей, мынаған дейін бар дегендей. Турция? Сенде Турция ма? Мен ойымша евроның жаңалығы Испания. Испаниядан ешкім ештеңе өткен жоқ. Осы типа евроның кім чемпион болады деген кезде бәрі Англия, Португалияның составы қандай мықты, Франция қалай, Германия өз жерінде бермейді деп бәрі айтып жатты да. Ал Испанияға Ямальдар әлі ерте ғой, 17-де ғой әлі, 16-да ғой. Бұл Испанияда кім ойнайды десең 4 игроктан көп игрокты айта алмады ғой көбісі. Мысалы үшін Ольмо дейтіндерді кейбіреуі білмейді деген сияқты ғой. Ойарсабаль дейтін мысалы үшін чоза игрок деп айтады ғой. Испанияға көп ставка болған жоқ та. Олар әлі ойынды бастамас бұрын. Ал евро басталды, олар ойынмен көрсетті, что біз ұзаққа дейін барамыз деген сияқты. Мен үшін Испания жаңалық болды. Мен ойлаған жоқпын. Мен бұлай ойлағам, жеребьевка группадан шыққаннан кейін да ойлағам, Испания Грузияны өтеді, ладно, мыжып. Ары қарай Германияның мотивациясы больше өз жерінде ғой енді. Кросстың соңғы ойыны Германия мүмкін өтіп кетеді деп. Мен үшін Испания жаңалық болды. Және ол жаңалықты финалға дейін әкелді да, финалда да ұтып дәлдеп берді деген сияқты ғой. Ешкім күткен жоқ негізі Испания. Мен өзім как бы күттім фавориттердің қатарына қостым десе де болады негізі. Типа Испания чемпион болып кетуі мүмкін десе сенетіндей ғой как бы. Мен үшін больше жаңағы Турция болған сияқты. Турция прям потолок жерге дейін. Келесі евроға дейін келесі еврода біз бармыз дегенге бір заявка тастап кеткендей болды да. Келесі еврода бізге дұрыстап дайындалыңдар. Трейлер ма? Кішкене бір көрсетіп кетейін деп едік бізге осы жерін. Грузия неге қосып? Грузия тарихында негізі Грузиямен ойнап біз шығып кетуімізге шанс бар еді Қазақстан. Грузия тарихында евроға бірінші рет шықты да, тарихында соответственно бірінші рет 1-8-ге шықты. Болды, оларға Грузия әлі тойлап жатыр деп ойлаймын грузиялықтар. Сөйтіп Испаниядан 4-1 жеңілді. И то бірінші салып кетті Грузия. Енді Грузия кімнен ұштыңдар десе, чемпиондардан ұшып кеттік дейді ғой. Негізі қалған бәрімен ойнаса ұтып кететін ек. Испаниядан жеңіліп қалды. Егер күрес болса андай болатын. Круговой ше, үшінші орын алып бұл жерде енді Испания, Грузия енді смело айтады ғой, чемпиондардан ғана ұтылдық дейді. Кімді ұттың десе, Португалияны ұттық дейді. Болды ғой? Почти екінші орын дейді ғой. Қалғандарын ұтатын шығармыз кім біледі дейді. Испаниядан ғана ұтылдық дейді. Келесі номинацияның ответі очевидный сияқты, өзіме лично. Скучный футбол деген номинация. Қызықсыз футбол көрсеткен команда қайсы болып төлейсіңдер? Бұл жерде енді еріксіз Англия деп айтуға келеді. Бірақ өзінде келісесің бе? Былай жалпы бүкіл евроны көрген адам ретінде одан да қызық емес ойындар болды негізі. Франция сияқты ма? Польша дейтін команда болды ғой. Ана ойынды негізі мен көрдім бір екі ойынды. Көрмей-ақ қою керек дейтін ойын. Бірақ ожидаемо реальностьтан негізі бірақ Польшадан ешкім ондай нәрсе күтпейді ғой. Ал ожидаемо реальность жағынан Англия. Больше Англия сияқты. Польша скучный футбол көрсетсе, нормально да, как бы. Олар үшін қиын, составы ондай қатты мықты емес, но Англия осындай состав. Мен уточнить етіп айта аламын Англияның ойынын ше. Англияның бірінші гол өткізгенге дейін ойыны деп айтайыншы. Өйткені Англия гол өткізбаса бірден ойнап кетеді ғой. Англияның бірінші гол өткізгенге дейінгі ойыны. Ең ұсқынсыз
ойын және бірінші голды салғаннан кейінгі ойыны. Өйткені ол ұтылып жатқан кезде жақсы ойнайды ғой, ничья қалған кезде онша емес ойнайды, ал ұтып жатқан кезде вообще онша емес ойнайтын команда ғой. Сондықтан Англияның ұтылып жатқандағы ойыны. Бірақ бір қызығы, Англия плей-оффта 1-8-де, 1-4-де, полуфиналда, финалда барлығында бірінші өткізіп алды да. 1-8-де ұтып кетті, 1-4-де де ұтып кетті, бірінші өткізіп, 1-2-де де бірінші өткізіп ұтып кетті. Финалда ғана бірінші гол өткізді да, мен өйттім, бірінші гол өткізді, значит, сол сценарий ғой. Значит, ары қарай салады, мышцайды ойынды деп ойлағам. Қазір жынданамын. Скучный футболға номинант, кстати, Италия деп ойлаймын. Италияның тренері айтты ғой, мен мына команданы әлі дайындап үлгерген жоқпын, ақтау айтты ғой. Мынандай айтады ғой, осыған дейінгі тренерлер осындай евро немесе чемпионат мираға дейін осы Италиямен 20 ойын өткізген, сөйтіп барып чемпионат Европаға келген дейді. Мен 10 ойын өткіздім, маған жетпеді бұл деді ғой. Мен типа әлі құрастырып үлгерген жоқпын. Мені увольтить тұрыңдаршы деген сияқты әңгіме айтты ғой, короче. Сылтау. Жесткий сылтау ғой мынау. Иә, сылтау ғой. Енді хотя Италия действующий чемпион Европы еді. Действующий чемпион Европы болып ұсынусыз ойынмен. Еще оборонная лига болып, өзінің оборонасы мықты екенін дәлелдей алмады. Келесі номинация қандай? Келесі номинация тоже қызық. Спорный моменттер көп мына жақта. Үздік матч деген. О, әдемі. Осы Евродағы үздік ойын. Жаңағы Грузия мен Португалия айтпай ақ қойыңдар, ол деген қатты үздік болды деп ойламаймын. Мен настроение түсіреді. Англиядағы Беллингемнің через себя салған голы үздік деп ойлаймын. Сен соны ойласаң, менде бір матч бар қазір. Сен ше? Мен финал маған. Сен финалды ойлайсың ба? Мен уверенмін. Үздік деген енді үздік қой енді. Күтіп келіп сонда ойын бере алған. Финал емес, как будто товарищеский матч қылып елестет жаңағы деген, как бы. Былай қарасаң ба? Көрермендер дегенсіз. Мен ойымша финалға бір 95% көрермендер келіспейді сияқты етіп, ондай қатты қызық болды дегенде, өйткені одан да қызық матчтар болды да мына жақта. Еще ана матчта негізі келеді. Турция мен Грузия ойнаған матч. Мен сол матчты аштым. Сол матчты аштым реально ма? Қараңдар. Турция мен Грузия ойнаған, который Арда Гүлер айдаладан салатын. Прям идеальный ойын болды да. Сосын Турция мен Австрия ойнады ғой, 2-1. Анау Демирел деген централизation дубль істеп жіберген кезде. Сосын Австрия соңғы 71-лерде салып кетеді да. Австрия қысады, сосын Турция шыдап жүреді да өтіп кетеді. Сосын келесі ойында Турция мен Голландия түседі ғой. Турция бірінші салып кетеді, Голландия 2 гол салады да. Сосын соңғы 10 минутта Турциядан бір 6-7 100% момент болды да, сөйтіп саламай қалды. Осы Турцияның 3 ойыны подряд болды. Үшеуі де қызық болды. Подряд емес, Грузиямен бірінші ойын болды. Бұлай үшеуі қызық болды. Турцияның ойындары. Сосын маған қызық болған, типа осы ойынды уай деп қараған ойын. По качеству айтайын ба? Испания, Германия жақсы болды. По качеству. Ол жерде жаман ойнаған жоқ та екеуі де. И сол прям близкий ойын болды. Екі гиганттың кездесуі жаңағы. Сосын егер сол жақ сеткадан так Франция, Португалия өлік. Испания, Франция келсем. Францияның қалған ойындары да өлік. Португалияда дым қызық. Сосын Грузия, Португалия қызық болды негізі. Негізі андай жағынан. Типа Роналду салама дейтін ойын болды ғой, ол негізі. Ешкім андай ойын болған жоқ. Грузия өте ма деген емес. Роналду әйтеуір салама осы турнирде дейтін ойын болды ғой. Сол жағынан. Сосын білмеймін, нежданчик, бірақ Португалия мен Словения қызық болып кетті ғой, не үшін. Роналду жылайтын ойында ше. Пенальти салмай қалды. Сол ойын андай сәл напряг беріп и кішкене эмоция берді ғой. Роналду қартайып жатыр дейтін эмоция берді ғой бізге ше. Роналду да жылайды дейтін ше. Вот осы ойын екен ғой. Сол ойын ба? Мен үшін қызығы. Просто есіме түсіре алмай отқан ғой. Футболда андай эмоция берді ғой. Футбол көріп болғаннан кейін өтіп баратыр ма не біздің уақыт дейтін сияқты. Саламай қалды, ешқандай. Словения ғой, бір Франция болса бір жөн. Словенияға саламады. Еще пенальти, после матча пенальти болды. И еще Словения салып кете жаздады ғой. Пепе аяғы сүрініп бірдеңе болған кезде ше. И андай момент, андай
бәрі кришті қолдап сөйтіп сондай бір челлендж жасалып кетті ғой. бірақ ашуланып пенальти салып тастады, бір ақтап алғандай болды. Кешірім сұрап артынан бүйтіп кешірім. Сол ойын больше эмоция берді деп ойлаймын. Мен как Роналдудың фанаты емеспін, бірақ сол ойында шынымен адамгершілігім оянып бүйтіп Роналдуды аяп сала салу керек еді бір ойын осы Еврода деген сияқты. Просто ойлаңдаршы, келесі Еврода Роналдуны көрмейміз. 45-те болады ма, нешеде болады? Оған дейін бір Роналдоның атына жетпесе де бір жақындап қалатындай бір игрок, екі бір-біріне тайталаспаған игроктар шығып қалатын шығар. Мбаппе мен Ямаль деген сияқты. Бірақ кеше Франция мен Испания ойнаған кезде ше, Ямаль Мбаппе сен де қартайып жатсың деді ғой. Ямаль айдаладан гол салып, Мбаппенің 24-те ғой әлі. 7 жас кіші ғой, анау қарап тұрсаң. Мбаппеден де 7 жас кіші бала шығып, Мбаппеге әлі саған сен уже болды деген сияқты. Ертең Ла Лигада бұйыртса Мбаппе мен Ямальдың текетіресін көреміз. Осы маусым барынша қызықты өткізуге бізге уәде беріп жатыр. Егер Барселонаға Уильямс табылса, Барселонаға міне команда, міне Ла Лига қайтадан сол баяғы анау Роналду, Ди Мария дейтін дармен Суарес, Месси дейтіндердің қақтығысы мүмкін болып қалар. Қазір бірақ Барселона ешкімді алмаса мыжды сайын деп тұр Реал Мадрид биыл. Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе дейтін не ғайып. Мбаппе кеп қойды ғой же? Кеп қойды. Бүгін презентациясы болып 80 мың болельщикті жинап 2009-да Роналду Эмюдан көшті ғой Реалға. Сол кезде 1-2-3 Хала Мадрид деп айғайлаған ғой. И Мбаппе бүгін соны қайталады ғой. Типа братанға уважение 1-2-3 Хала Мадрид. Тамаша кетті. Футболка өтіп жатыр да ше? Футболка өтіп жатыр. 800 мың евроға ма кеше бірдеңе өтіп кетті деп. Трансферін еще тегін келді ғой бала. Осы маусымға барынша қызық болайын деп тұр. Келесі номинация. Уже игроктарға қатысты. Но ең банальный деп ойлаймын. Мысалы, Евроның өзінің айтқан номинациялары бар да, как бы ол жағынан. И біздің ойымша ең банальный, ең лучший игрок осы Евроның кім деп ойлайсыңдар? Лучший игрок. Гол есептемегенде мақалай. Мысалы, егер голды есептесем, мына жақта оценивать ете алмайтын сияқсың, өйткені защитниктер бар, мысалы, мықты вратарьлар бар. Кім деп ойлайсыңдар? Мына жақта варианттар негізі Беллингем деп ойлаймын. Беллингем деп ойлайсың? Сен ше саған кім деп ойлайсың? Менің ойымша лучший игрок, по-моему, Испаниядан шығу керек қой, типа алып тастады. Беллингемді айтайын десем, Беллингем соңғы ойында дубль істеп ұтылып қалса, возможно, Беллингем деген сияқты ғой. Бірақ Беллингемнің қатты көп нәрсе зависим болған жоқ қой Англияда. Англияда көп нәрсе ол тренерден зависит болды да. И бұл жерде сен Месси, Роналду бәрін қосып қойсаң да осындай футбол ойнайтын еді Англия. Өйткені тренер соны требовать етті. Беллингем бір өзі ташит еткендей болды да мен үшін. Жалғыз өзі бір өзі ойнап жүргендей да. Ей деп айта алмай ше. Соны ойнатқызбады ғой. Англия сұмырай деп барынша істесең. Білмеймін, банально, бірақ бұл жерде Ямал ма? Ямаль сияқты, өйткені бір өзім бірден факттарымды айтып шығайын. Айтай. Не үшін Родри емес? Вопростар көп сол үшін. Не үшін Родри емес деген сұраққа жауап берейін біріншіден. Финалда, енді ең басты матчта Родри бірінші таймда бүйтіп отырып қалды ғой. Испания Родрисіз ұтты ғой. Негізі екі голды Родрисіз салды. Ямаль біріншіден Испанияда забивной нападающий жоқ. Типа Кейн, Мбаппе сияқты центрда тұрып алып көп гол салған. Ондай игрок жоқ. Ямальдың позициясы бүйтіп көбінесе пас беретін позиция ғой, голевой пас беретін, бүйтіп 1-1 шығарып беретін деген сияқты, бірақ өзі көп рисковать етіп, и ондай 16 жасында сен сборныйға келіп, сондай ответственностьті өзіңе алып, и сондай жұмыс істегенің үшін біріншіден. Екіншіден, бұл жерде уже голевой пастармен голдары, гол плюс пас бойынша Ямаль ол бірінші орында тұрған. И үшіншіден чемпион. Осы айда не істедім десе, мектеп бітірдім және Европа чемпионы. Жас болған өзінің сторисіне салып қойыпты. Мектеп бітіру окей.
евро алу окей деп салып қойған тамаша мен әдемі салып қойған аңсаған сенімен келісемін де келіспеймін. мен Родриді бүйтіп сол тұра берсін деп айтатын едім. Өйткені Родри алды ғой. Родри алды, я думаю, достойно. Как бы Родри мысалы финалда ентпесе де оның алдындағы матчтарда айтпақшы Родриді Реал Мадрид алғысы келіп жатыр дейтін. Родри айтады, мынандай айтады, күнде маған Карвахаль айтады, Реалға өт, миды жейді дейтін. Родри Реалға өтсе, онда білмеймін, басқа команданың бәрі технически поражение бере берсе болады сияқты. Ұят қой Родриді алғысы. Брат, андай нәрсе бар ғой, просто кезінде Галактикус бәріміздің есімізде Лига чемпионов алмады ғой. Мында то же самое бәрі жинап алды да. Ол қара, ол жиналып барып ойнап кетті ғой. Ал мынау қазір Итак өзі ходта жүрген команда ғой, Реал Мадрид дейтін. Итак ойнап жүрген командаға бір-бірлеп, жайлап қоса берсең, ол күшті болады ғой. Ол кезде Галактикос жиналған кезде олар бәрі бүйтіп келді да, қиын болды ол кезде жинау. Мынау уже костягі бар, ойыны бар дейтін сияқты. 4 игрокты қосып жіберіп жатқан жоқсың новыйдан. 1-2 игрок, 2 игрок деген сияқты. Мбаппенің өзін ертең изи қосып жібере салады. Кросс кетті, Беллингемді сәл астыға түсіреді да, Мбаппе ойна. Хочешь алдыда ойна, Винисиуспен ауысасың ба, Винисиуспен ауыс, Родригомен ауысасың ба, Родригомен ауыс. Винисиус травмалық болса, Мбаппені солға жібере салым деген сияқты. Не істесең, оны істе андай. План игры дегенге кірмей ойнап кетсең де болады. Менде бір күшті сұрақ бар. Күшті сұрақ бар. Креативный сұрақ деп ойлаймын өз басым. Өзім ойлап отырмын да. Ерік сен осындай ойлана аласың ба? Өзім таңғалып қалдым да. Мысалы, допустим, Польшаны алып тастаймыз да. Польшаның орнына, мысалы, евроға өтпей қалған командалардан қай команда өтсе, достойны ойын немесе қызық ойын көрсетер еді дегенге қандай команданы қояр едіңдер? Ерік сен мынандай ойлана аласың ба не? Мен өйтіп ойлана аламын, мен білмеймін өзім. 9-ақтан КМС-мін ғой. Испанияның, Польшаның орнына қай команда өтіп кетсе ма? Қызық ойын көрсете алу мүмкін еді сендердің ойларынша. Қазақстанды айтып алып тастайықшы. Қазақстан саналмай ма? Саналмайды Қазақстан. Қазақстан саналмаса, енді бір аз ондай варианттар. Норвегия, например. Мен Холландтың Норвегиясы. Бәрімізде Норвегия ма? Норвегия Одегармен бірдеңе алып шығады деген типа ой, арман, мақсат. Сосын менің ойымша бұл евро қызық болатын еді егер Россия болса. Өйткені қазір Россияның жақсы состав уақыт кезі дисквалификациямен өтіп кетіп жатыр да. Қазір Захарян мысалы үшін ойнап жүрген Тюкавин дейтін игроктар, жақсы игроктар бар, біз оны білмейміз. Өйткені олар ешқайда қатыспайды, не Лига чемпион жоқ, не чемпионат Европы жоқ. Азмун, кстати, мықты игрок өте. И өздері ана жақта ойнап жатыр да бүйтіп. Азмун ирандікі ғой. Да? Мен Зенитта неде ойнап біткесімен как будто Россияда ойнайды сияқты ойлап қалдым. Ар жақта бүйтіп Россия өзі бөлек болып ойнап жатыр. Мүмкін андай ғой, баяғы Аршавин жасағандай сказка жасарым еді деген сияқты ғой. Сен вариантын мен жаңағы Норвегияны алып тастап, Россияны қойдым. Сен вариантын Россия қызығырақ сияқты мен ойымша. Сөйтіп, финал аяқталды, евро аяқталды. Осы еврода бізбен бірге болған барша көрермендерге рахмет. Бізге эмоция сыйлаған евроға да рахмет. Бұйыртса енді 4 жылдан кейін жолығамыз. 4 жыл бойы. Евромен жолығамыз 4 жылдан кейін. Роналдумен жолығамыз 4 жылдан. Жаңа маусым бұйыртса 1,5 айдан кейін басталады. Қазір ең қызық момент, қазір трансферлік терезе дейді ғой, окно ашық. Ең қызықты маусымға деген командалар өздерінің жақсы игроктарын жинап жатыр. Ар жақта МЮ 1-2 игроктарды алды, кеше көрдік. Челси тағы да алып жатыр. Қымбаттап жатыр. Қымбаттап жатыр кейбір игроктар. Ливерпульде жаңа тренер келіп, там Барселона Мбаппеге ответка ретінде бірдеңелер ұйымдастырып жатыр. Бавария кеше Кристал Пэластың бір игрогын 65 миллионға алды деген сияқты. Осы келесі маусымға кішігірім анонсты бүйтіп жайлап тастап беріп жатыр да, осы маусым қызық болады деген сияқты. Бұйырса жаңа маусымда кездескенше, осы мен инсайттың алғашқы маусымы, осы маусымда кеткен қателіктер болса баршаңыздан кешірім сұраймыз. Келесі маусым мүмкін кездесіп қалсақ, бізге ұсыныстарыңыз болса жазып кетіңіздер. Форматты мүмкін басқаша қыламыз немесе басқаша қонақтар, мүмкін ойындар қосамыз деген сияқты. Жалпы осы маусымда болған барлық көрермендерге рахмет. Бага осы маусымды жауып
қонақ болып кеткеніңе. Финалды талқылауға шақырғандарыңа финал өте талқылау саған қуаныштымын. бұйырған екен. Маған бұйырған. Групповой емес, Элчин полуфинал емес, бірден финалға түссін. Жолың ашық, қолың жеңіл екен. Бұйыртса келесі маусымда алғашқы шығарылымға шақырамыз. Құдай қаласа. Әдемі. Өте әдемі, өте. Құрметті көрермендер, каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Футболды жақсы көріңіздер, футбол сіздерді алдамайды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Аңсаған және ерік.